Достар, бізде кезекті диван дайын болды. Бұл диван бізде Mokko дейді. Бұл диванның ерекшелігін айта кетейін. Бұл диван прямой емес, қараңыздар. Бұл диван сәл конусовый болып келеді, қисайып келеді. Бұл диванды основной залға, қолға қойғанға өте ыңғайлы диван. Және де бұл диванның сапасы өте жақсы. Наполнительдер отырғанға өте ыңғайлы диван. Және де бұл диванның тағы бір ерекшелігі, бұның ортасында жеке пуфигі бар, конусовый болып келген. Және де үстінде емдеп бар. Тағы да бір ерекшелігі, бұл диванның алдында осындай журнальный столигі бар. Үсті емде фаскілер алынған. Және де журнальный столик конусовый болып келеді. Сонысымен ерекше. Тағы да бір ерекше, бұл дивандарға дәл осындай крисло жасатсаңыздар болады. Крислосы айланбайтын жасатсаңыздар да болады, немесе осылай айланып тұратын крисло қылып жасатсаңыздар болады. Бұл дивандар гостевойға қойғанға өте ыңғайлы. Қолға да мысалы отырған кезде өте ыңғайлы крислолар. Және де бұл диванның сапасы өте жоғарғы сапада. Наполнительдеріне қараңыздар, өте тығыз, өте жұмсақ. Қараңыздар, бұл диванда мына подлокотник дейді ғой. Подлокотник откидной болады, осылай ашылады артқа. И спинкаларда дәл сондай. Артқа қарай 20 сантиметр жылжиды. Бұл не береді десеңіздер, бұл отырған кезде адамға прямо комфорт сыйлайды ғой. Қараңыздар, дәл осылай отырып телевизор көргенге, әңгімелесіп отырғанға өте ыңғайлы. Бұлай отыра бересіздер. Бұлай отыра бересіздер. Сондықтан бұл жерде отыратын орын өте кең. Және де біздің парақшаға тіркеліп алыңыздар. Дәл осындай дивандардың түр-түрін осы парақшаға салып отыратын боламыз.